Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай самса дайындап көрсетемін. Бұл рецептіні бұрыннан бері қолданып келе жатырмын. Самса қытырлақ, өте дәмді, қатпарлы болып шығады. Бұл самсаның кереметтілігі өте қатпарлы, қытырлақ, жұмсақ, әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, және де менің каналыма тіркеле отырып, өздеріңіздің лайктарыңызды және де өздеріңіздің комментарияларыңызды жаза кетіңіздер. Ең алдымен ұнды дайындап аламыз, және суға тұзды араластыра отырып әдемі қамыр илейміз. Қатты емес, жұмсақ емес, әдемі қамырды илейміз. Және ол қамырымызды илеп болғаннан кейін бұл қамырымызды бірнеше рет әдемелеп араластырып отырамыз. Қамырымыз жұмсақ, әдемі болу үшін. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте әдемі, жұмсақ болып шықты. Осы қамырымызды екі бөлікке бөліп, қамырымызды әдемелеп жаямыз. Қатты жұмсақ, қатты жұқа етіп емес, орташа көлемде әдемелеп ұнды себе отырып қамырымды жаямыз. Және дайын болған қамырымызды, екі қамырымызды ертілген сары майымызды жағып, екі қамырымызды қамырдың үстіне жаға отырып, майды жаға отырып, екі қамырымызды орап, осындай қатпарлы қамырды дайындаймыз. Және дайын болған қамырымызды холодильникке қоямыз. Осы дайын болған қамырымызды холодильникке қоя отырып қатырамыз. Және қатқаннан соң холодильниктен ала отырып, міне орташа көлемде қамырларымызды кесіп, самсаның тестасын дайындаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қатпарлы, әдемі болып шықты. Және бұл самсаның салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша асқабақтан, немесе картошкадан, немесе еттен салмасын өздеріңізге қандай салма ыңғайлы, соны саласыздар. Менің бұл қатпарлы самсамның тестасына фарштан, яғни еттен дайындалған салмасын салдым. Алдын ала дайындап, салмамды дайындап қойдым. Салмаға пияз, кішкене картошка және фаршты сала отырып, самсамның салмасын салып, үш бұрышты етіп түйдім. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша печкаларыңызды жағып, негізі 120-200 градуста, пештің өздеріңіздің печкаларыңыздың градусына қарай градусты қойып, осы самсаны пісіресіздер. Алдын ала печкамызды қыздырып қоямыз. 220-200 градуста пісірсеңіздер болады. Бірақ әр печканың өзінің несі болады, соған қарай өздеріңіздің градустарыңызды өздеріңіз қадағалап печкаларыңызды қыздырып қоясыздар. Және түйілген дайын болған самсамызды, міне көріп тұрғандарыңыздай үш бұрышты етіп түйе отырып, самсамыздың, қатпарлы самсамыздың салмасын сала отырып, самсамыз дайындалып жатыр. Және де осы дайын болған самсамызды арнайы ыдысқа сала отырып, қатпарлы самсамызды сала отырып, бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жұмыртқаны жағамыз. Және қалауларыңыз бойынша кунжут болмаса тағы да сепсеңіздер болады. Міне біздің қатпарлы самсамыз пісті. Қатпарлы, жұмсақ, дәмді, өте әдемі болып шықты. Бұның бір ерекшелігі,
самсамыздың қамыры өте жұмсақ, қатпарлы, әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, және де каналыма тіркеліп өтіңіздер.